Бағдарламамызды давам етеміз. Бүгінгі күнде елімізде жәмілеспеген жастардың қабілетін һәм талантын анықтау, оларды спортқа кеңінен тарту және саламат тұрмыс салтын қалыптастыру мәселелері халықтың саламатлығы һәм жастар саясатының ахметлі бөлігі десек қателеспейміз. Бозатау районында әйне осы мәселелерге бағышталған ұшырасу болып өтті. Нөбеттегі сюжетіміз әйне осы орыннан таярланған. Іләжда район хакімінің орынбасары, Бозатау районы спорт мектебі, районлық жастар істер бөлімі сондай-ақ кең жәмиетшілік уәкілдері қатынасты. Ұшырасу күн тәртібінен орын алған мәселелер бойынша шығып сөйлегенлер, районда 2026 жыл давамында 5 басылама олимпиадасы шеңберінде өткерілетұғын спорт жарыстарына жастарды пұхта таярлау, оларды тізімге алу және бұл процестерді системалы һәм нәтижелі шөлкемлестіру керектігін атап өтті. Сондай-ақ жаңа Өзбекстан олимпиада шыңлары спорт жарыстарына таярлық көру. Районда 2012-2013 жылдары туылған ер балалар һәм қызлар арасында мектеп біріншіліктерін шөлкемлестіріп, қабілетлі жастарды таңлау һәм республикалық басқыш жарыстарына белсене қатынасуын тәмінлеу мәселелері хақында да сөз етілді. Бұл жиналыстың мақсаты 201 салы қарардың орындалуы, президент олимпиадасына таярлық көру һәм одан кейін спорт сынақтарын толық халықты қамрап алу мақсатында тапсырулар беріліп барылды. Бұл бойынша міне мектептегі дене тәрбие оқытушылармен біргелікте ислесу, жастар агентлігінің жетекшілерімен біргелікте ислесу һәм өзіміздің спорт мектебіміздің тренерлерімен бөлістіріп берілді. Сол тапсырмада халқымызды селекция істеу. Мектеп оқушыларының 12-13 жыл туылған оқушыларымызды ішінен ынталы, спортқа қызығушылығы бар спортшыларды тартып алу мақсатында болып өтті. Сонымен бірге жас спортшылар үшін зарур шараятларды жарату бағдарында әмелге асырылуы керек болған вазифалар белгілеп алынды. Ұшырасу жұмағында спорт жарыстарын өткеру орынлары белгіленіп, алдағы ісленуі тиіс болған вазифалар жауапкерлерге тиісті тәртіпте бөлістіріп берілді.